сәлеметсіздер достар. Бүгін мен сіздермен Яғни Жанбаев Мансұр. Бүгін бізде өтетін тақырып шар сфера болып табылады. Геометрия өтетін боламыз. Осы тақырыпқа есептер шығарайық. Яғни бірінші шар дегеніміз не деген анықтамаға терминге анықтама беретін болсақ, бізде шар бұл кеңістіктегі белгілі нүктеден және центрінен қашықтығы радиустан аспайтын барлық нүктелердің жиынтығы болып табылады. Және оның бізде шардың біз көлемін және де сфераның ауданын анықтай аламыз. Яғни бізде шар мен сфераның айырмашылығы қандай? Бізде яғни шар дегеніміз, яғни оның іші яғни қуыс болып табылады. Сфера дегеніміз яғни бізде іші яғни қуыс емес, ішінде бір зат бар деген сияқты айта аламыз. Яғни біз шарды айналу денесі деп атайды. Себебі жарты дөңгелекті өзінің диаметріне айналдырғанда шар пайда болады делінеді. Яғни өзінің диаметрінен айналдыратын болсақ, сәйкесінше яғни шар шығады екен. Айналдыратын болсақ өзінің осінен. Енді бізде оның екі түрлі формуласы бар. Яғни шардың көлемі бізде 4/3 көбейтілген пи r куб. Яғни бізде пи бізде 3,4 тең, немесе жуықтап 3 деп алуға болады. R дегеніміз яғни бізде шардың яғни радиусы. Және сфераның ауданы бізде 4πr квадрат деген формамен анықталады. Және көп сөйлемей, ұзамай есептерге көшсек, яғни бізде бірінші есеп диаметрі 18-ге тең, шардың көлемі неге тең деген. Яғни бізде шардың диаметрі 18-ге тең дейді. Бізде яғни тең шардың көлемі неге тең, бізде яғни көлем сұрап тұр. Бізде көлем формуласы қандай? Көлем формуласы бізде 3-тен 4 көбейтілген пи көбейтілген r куб. Бізде яғни көлем табу үшін бізге не керек? Бізге радиус керек. Ал диаметр дегеніміз, яғни диаметр бұл бізде тең 2r-ға сәйкесінше. Яғни бізде d 18-ге тең, яғни сәйкесінше бізде r нешеге тең болады? R бізде 9-ға тең екен. Енді біз көлемді оп-оңай таба саламыз, яғни v тең 3-тен 4 көбейтілген пи көбейтілген 9-ның кубы. Енді бізде ол қалай болады? Сәйкесінше 4 бөлінген 3 көбейтілген пи 9-ның кубы бізде қанша? 9 көбейтілген 9 көбейтілген 9 бізде ол 729-ға тең. Енді біз 729 бен 3 қысқарады. Енді сәйкесінше бізде 243 шығады. 243-ті біз 4-ке көбейтетін болсақ, бізде жауабы 972 пи екен. Келесі есеп. Сфера бетінің ауданы 289 пи дейді. Сфераның радиусын табыңыз дейді. Яғни бізде бұл жағдайда көлем емес, аудан деп тұр. Аудан біз қалай табамыз? Яғни бізде S тең 4 πr квадрат формуласын біз яғни сфераның ауданын табамыз. Енді бізде яғни сфераның бетінің ауданы берілген екен, яғни біз S берілген, яғни біз радиус табу керек. Жазамыз, яғни 289 пи бізде тең болады 4 πr квадратқа. Яғни бізде пи мен пи қысқарады, және 289-ды біз неше 4-ке бөлеміз. 289 бөлінген 4. Бұл бізде 72,25 тең r квадрат дейді. Яғни осы бізде r табу үшін біз яғни екі жақтың түбірасын алсақ, яғни түбірасында 72,25 бұл бізде нешеге тең? Бұл бізде 8,5-ке тең екен. Яғни бізде сфераның радиусы 8,5-ке тең екен. Келесі деп қарастырайық. Бізде айтады, шардың центрінен 9 см қашықтықтағы жазықтық қимасының ауданы 225 пи болса дейді. Шардың бетінің ауданы табыңыз дейді. Яғни бізде шар центрінен, яғни шардың центрі. Бізде яғни шардың центрі 9 қашықтықтағы жазықтық қимасының ауданы, яғни бізде яғни оның қимасы болып табылады. Яғни бізде А мен С-ның аралашықтығы 9 см тең дейді. Яғни бізде
қиманың ауданы, яғни бұл жерге былай жазып алайық, қимасын салатын болсақ, яғни мынау бізде f-ға тең дейік, мынау бізде c-ға тең дейік. Мынау бізде яғни оның радиусы болып табылады. Осының бізге яғни ауданы 225 пи дейді. Бізде яғни аудан бар. Бізде аудан белгілі болса, біз яғни осы дөңгелектің радиусын таба аламыз. Оның радиусын біз қалай табамыз? Яғни кәдімгі s тең пи r квадрат формуласымен таба саламыз. Яғни біз 225 пи бізде тең болады пи r квадратқа, иә. Сәйкесінше пи мен пи қысқарады, және 225-тің яғни r квадрат тең 225-ке тең дейді. Яғни бізде r біз нешеге тең сәйкесінше 15-ке тең екен. Яғни бізде CF аралығы 15 сантиметрге тең екен. Яғни мына жер бізде яғни 15 сантиметр тең екен. Енді бізге не табу керек? Шардың бетінің ауданын табу керек екен бізге. Осы шардың бетінің ауданын табу керек екен. Оны бізге табу үшін бізге яғни формуласын жазып қойып, s тең 4 пи r квадрат, иә. Бізге яғни бұны табу үшін радиус керек. Яғни шардың радиусын. Оны біз қалай табамыз? Яғни мына радиус керек. Бізде қарап отыратын болсақ, бізде яғни 3a cf үшбұрышы, яғни тікбұрышты үшбұрышты береді. Яғни мынаны біз с дейік, мына f дейік, мына a десек. Мынау бізде 15-ке тең болып тұр, мынау бізде 9-ға тең болып тұр. Және біз af аралығын, яғни біздің случайдағы радиусты біз Пифагор теоремасымен таба саламыз, иә. Пифагор теоремасын таба салатын болсақ, r квадрат бізде тең болады 15-тің квадраты плюс 9-дың квадраты. Яғни бізде r квадрат тең болады 225, 15-тің квадраты, 9-дың квадраты 81. Енді r квадрат бізде нешеге тең болады? 225 81-ді қосатын болсақ, 306. Яғни бізде формулада 4 r квадрат болғандықтан кейін біз бұны түбір астына алмай-ақ қояйық. Яғни біз r квадрат тең 306 болып қала берсін. Енді осы біз r-ді тауып алып, осы сфераның бетінің ауданын таба салсақ, яғни біз оны қай жерге жазайық? Мына жерге жазып қояйық. S тең сәйкесінше 4 көбейтілген пи, яғни r квадраттың орнына бізде 306 тұр, көбейтілген 306. Енді 4 пен 306-ны көбейтетін болсақ, бізде қанша болады бұл? 1224 па? Жүйелік 1224 екен. 1224 пи. Яғни бізде осы сфераның бетінің ауданы 1224 пиға тең екен. Келесі есеп, радиусы 41 шарт центрінен 9 қашықтықпен қиылған дейді. Қиманың ауданын табыңыз дейді. Жаңағы, яғни бізде есеп сияқты, бірақ керісінше берілген екен. Яғни біз осындай шар сызып алайық. Міне бізде центрі болсын, яғни А нүктесі. Радиусы бізде 41 екен. Мысалға, мына нүктеге дейін. Мысалы, біз Б дейік. Бізде мынау шар центрі 9 сантиметр қашықтықтан алсын қиылған дейді. Яғни мынау бізде С нүктесі болсын, және бұл бізде 9 болсын, 9 дейді. Бұл бізде, яғни кәдімгі біздің шарымыздың радиусы 41-ге тең екен. Сантиметр. Және бізге мына қиманың ауданын табу керек екен, қиманың ауданын табу керек екен бізге. Оны біз қалай табамыз? Яғни s тең пи r квадратқа сала саламыз. Ал бізде сала салу, яғни осы формуланы табу үшін бізге сәйкесінше радиус керек. Ал біз радиусты қалай табамыз? Яғни бұл бізде CB, яғни осы кесіндіні тапсақ болды. Біз сәйкесінше қарап отыратын болсақ, біз яғни тікбұрыш үшбұрыш берілген. Пифагор теоремасын салатын болсақ, яғни бізде r квадрат тең болады 41-дің квадраты минус 9-дың квадраты. Бізде r квадрат тең болады 41-дің квадраты бізде неше? 41-дің квадраты бізде бұл 1681-ге тең екен, және 9-дың квадраты 81-ге тең.
Енді r квадрат бізде 1681 азайтсақ бізде 1600. Енді түбір астына алатын болсақ 1600 бұл бізде яғни r тең 40-қа тең екен. Яғни бұл тек радиус қана. Яғни біз cb кесіндісін яғни радиус тауып алдық. Енді бізге не сұраған екен? Бізде аудан сұраған екен. Ауданды біз s тең p r квадрат формуласын таба саламыз. Яғни s тең p бізде r квадрат дейді, яғни 40-тың квадраты. Бізде бұл нешеге тең? 1600 пиға тең екен. Және де менің осымен шар сфера тақырыбына арналған есептерімнің соңы. Сіздермен болған мен Ян Жамбаев Мансұр, болашақ математиканың мұғалімі. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.